жалпақ құрт жасауға да болады. Апа, сіз сонда маған құртты осылай жалпақ етіп жаса деп тұрсыз ба? Жоқ, қарағым. Дәл қазір мына құртты мен қалаған қалпыма келтіре алам. Түсінбедім, апа. Ал осы құртты 2 аптадан соң сен басқа қалыпқа келтіре аласың ба? Жоқ. Сындырып аласың. Солай ғой. Иә. Сол сияқты сендер балаларға қазірден қандай тәрбие бересіңдер? Балалар да солай болып қалыптасады. Өскен соң тәрбиелейім деген бос сөз, балам. Дұрыс қой, апа. Біріншіден, Керімжан, балалардың көзінше дауыс көтеріп ұрыспаңдар. Екіншіден, баланың алдында әкесінің беделін сүрме. Себебі оны көріп өскен бала ертең өзіңді де қадірлеуді қояды. Апа, енді су ішем деп тұрып алды ғой. Енді балаң бір 10 минут суды кешігіп ішсе ештеңе етпес. Ыдыс аяғыңды жуып болған соң құйып бере сал. Болмаса, балаңа су құйып ішуді өзің үйрет. Апа, енді бұл кішкентай ақ нәрсе ғой. Ол кішкене нәрсе емес, Керім. 4 жасар балаң қазірден су құйып іше алмаса, ертең 50-ге келгенде де мойныңда отыратын болады. Егер үйде ер адамның беделі төмен болса, тіл алмайтын ол, ұялмайтын қас содан шығады деген. Мен әрқашан балаларыма әкелеріңнің киімін жоғары қойыңдар. Әкелеріңнің аяқ киімін жөндеп қойыңдар. Әкелеріңнен рұқсат сұраңдар деп ылғи айтып отыратынмын. Әкелері де аналарыңа рахмет айтыңдар. Аналарың ренжіп қалмасын. Аналарыңмен ақылдасыңдар деген сөзді жиі айтып отыратын. Сөйтіп біз бір-біріміздің абыройымызда өзіміз көтеріп отыратынбыз. Дұрыс айтасыз, апа. Балаға жай ғана сөз емес. Іс-әрекетіңмен де үлгі болу керек. Балам ханзада болсын десең, әкесің қандай күт, балам.